Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін сабағымызды бастаймыз. Сіздерге жақсы көңіл күй, сәттілік тілеймін. Енді сабағымызды бүгін бастамас бұрын бірнеше сұраққа жауап бере кетейік. Ол бізде бірінші сұрақ тыныс алу үдерісі дегеніміз. Кім жауап береді? Тыныс алу үдерісі дегеніміз не? Кім жауап береді? Кәусар? Тыныс алу үдерісі дегеніміз газ алмасу үдерісі. Қалай жүзеге асады бұл? Ол адам мен сыртқы ортаның газ алмасуы. Жақсы. Екінші сұрақ. Тыныс алу үдерісі мен энергия алу үдерісі қалай байланысты болып келеді бір-біріне? Тыныс алу мен энергия алу, энергия шығару. Яғни бұл ағзаға келіп түскен тамақ арқылы, тамақтың құрамында не бар? Органикалық заттар бар, иә? Органикалық заттар ыдыраған кезде не береді? Энергия береді. Демек, адам тыныс алған сайын не бөлінеді? Энергия бөлінеді. Сол себептен де екеуі бізге таныс болып келеді. Енді, демек, бүгін біз адамның емес, жануарлардың тыныс алу жүйесін қарастырамыз. Дәптерімізді ашып, 96-шы бетті ашып, бүгінгі күнді тақырыпты жазамыз. Жануарлардың тыныс алу мүшелері. Бүгін бізде жануарлардың тыныс алу мүшелері. Жазып ба бәріңіз? Енді сабақтың мақсаты бұл жерде біз білеміз ғой, омыртқасыз және омыртқалы жануарлар бар, иә? Осы омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың тыныс алу мүшелерін бүгін сіздермен бірге салыстырамыз. Енді ары қарай тыныс алудың типтері. Енді бұлардың омыртқалы, омыртқасыз болуына байланысты олардың желбезек, демтүтік, өкпе, тері сияқты тыныс алу мүшелері бар, иә? Енді ары қарай жәндіктердің тыныс алу жүйесі, басты тыныс алу мүшесі бұл кеңірдек, шыбынның, яғни басты тыныс алу мүшесі бұл кеңірдек. Жәндік денесінде үш тармақталатын тыныс алу түтікшелері бар. Ұштары тірі жасушаларды тесіп өтіп, микроскопиялық құрылымға айналады. Енді бұл жерде мөлдір қанат, талшықтар, кеңірдек, газдар тасымалдай алмайтын жәндік қаны гемолимфада жүзеге асады. Енді шыбынның тыныс алу мүшелерінің құрылысын көріп отырсақ, бұл жерде құрсақ дем түтігі бар. Сол жерде не орналасқан? Кеңірдегі тыныс алу мүшесі орналасқан. Келесі дем түтіктің тыныс алу. Дем түтік арқылы тыныс алу бұл жерде нелерде де бар екен? Қандай жәндіктерде? Араларда да бар екен, кеңірдекті жүйе дем түтік арқылы бұлар не істейді? Міне дем түтік арқылы, осы түтік арқылы не кіреді? Ауа кіріп отырады. Түсінікті ма? Келесі, кеңірдекке ауа түсетін тесік, бұл жерде, мына тесікті көріп отырмыз ба? Ауа түсетін тесік осы жерде орналасқан. Дем түтік жандық құрсағының әр сегментінде екеуі болады, және де әр жағында бір-бірден орналасады. Жандық құрсақ бұлшық етін жиырған кезде дем түтік қозғалады. Яғни бұл бұлшық ет қойып көріп отырғанымыз. Бұлшық ет жиырған кезде мынау түтік не істейді? Қозғалып отырады екен. Келесі, аралардағы араның қозғалыс кезінде тыныс алу минутына 120-ға дейін жиіледі. Бұл жәндік ағзасын оттек және энергиямен қамтамасыз етуге толық жетеді екен. Ара тыныштық күйінде минутына 40 рет тыныс алу қозғалысын жасайды. Минутына 40 рет, Егер жәндік ұшатын болса, онда энергияны белсенді қозғалуға жұмсайды. Бұл жағдайда кеңірдек микротүтікшелерінде сұйықтық ығыстырылады, ол ауаға толып отырады екен. Егер жәндік энергия жұмсамаса, мысалы қозғалмай отыратын болса, оның тыныс алуы баяулайды екен, наоборот, Бұл жағдайда жасушаны тесіп өтетін микротүтікшелер сұйықтыққа толып тұрады екен. Егер жаңағы қозғалған кезде ауа толады да, тыныш отырған кезде ол сұйықтыққа толып отырады екен. Келесі балықтардың тыныс алу жүйесіне келетін болса, оларда қандай мүше? Желбезек арқылы тыныс алады, Суда тіршілік етеді, желбезекті пайдаланады. Судан шығарған балық оттексіз тұншығы бөліп қалады, себебі желбезек жапырақшалары ауадан оттекті алуға бейімделмеген. Ауадан алуға бейімделмегенде суда еріген оттегімен тыныс алуға бейімделген. Енді мынау бізде желбезек, желбезек доғалары, күртешелері, саңылаулары орналасқан. Осы арқылы ол тыныс алып отырады екен. Енді мынау жаңағы қосымша, бұл жерде мысалы желбезек доғасы мына жерде орналасқан, желбезек талшықтары орналасқан, мынау жапырақшалары, желбезек қақпағы мына жерінде орналасқан екен балықтың. Енді келесі торсылдақ. Торсылдақ бұл неде бар? Тоже балықта, Енді бұның қандай қатысы бар десек, су екінің бір бөлігін торсылдаққа шығарады, яғни көмір қышқылының
газын бір бөліп торсылдаққа кетеді, ісінеді ол. Сосын балық су бетіне жүзіп шығады. Су бетіне түсу не су бетіне шығу үшін қажет екен. Торсылдақтан қанға көмірқышқыл газы түседі де, желбезек арқылы шығарылады. Торсылдақ кішірейеді де, балық су түбіне не істейді? Ағады. Яғни көмірқышқыл газы көбейген кезде оны істейді, су бетіне көтеріледі де, торсылдақ яғни жұмыс істейді бұл жерде. Енді тағы бір ақпарат, ежелгі балықтардың кейбір түрлері торсылдақ тыныс алу үшін пайдаланған сияқты. Мысалы, қазіргі кезде Австралия, Африка және Оңтүстік Америкадағы су тартылып жатқан көлдерде осындай балық түрлері бар. Мысалы, оларды суда желбезек арқылы, ал ауада торсылдақ арқылы не істейді? Тыныс алатын қос тыныстылар деп атайды бұларды. Құстардың тыныс алу жүйесіне келейік. Құс енді бұл қандай омыртқалы жануар, сүйектегі ауа кеңістігі. Құстарда не бар? Кеңірде ауа қапшықтары бар. Мынандай ауа қапшығын көріп отырмыз ба? Сол себептен олар ұшуға бейім деп айтамыз. Өкпе арқылы оларға, өкпе арқылы, екі өкпе арқылы және ауа қапшықтары арқылы не істейді? Тыныс алады екен. Ауа қапшықтарын көріп отырмыз ба? Қандай екенін? Келесі. Енді осы ауа қапшықтарының құстардағы маңызы, омыртқалы жануарлардың ішіндегі ең қуатты тыныс алу мүшесі құстарда. Неге? Олар өйткені ауа қапшықтарында ауа көп жиналады, ұшуға бейім болады. Құстар ғана тән. Ауа қапшығы болғаннан кейін қосарлы тыныс алу тән құстарға ғана. Ауа қапшығының қызметі не бұл жерде? Ауа қапшығының қызметі құстың денесін жеңілдетеді. Сол себептен ол не істейді? Ұшады. Құс денесін қызып кетуден сақтайды. Ұшу кезінде құстар температурасы 42-44 градусқа дейін энергия өндіреді, жететіндей. Тыныс алу қозғалысының саны тыныштық күйінде 26-дан ұшу кезінде 400-ге дейін істейді, көтеріледі екен. Құстарда барлық омыртқалар сияқты тыныс алу мүшесі өкпе мен ауа өтетін жолдан тұрады. Ауаның өкпеге жетуін қамтамасыз етеді оларда. Кәдімгі омыртқалы жануарлардікі сияқты мұрын, ауыз қуысы, көмей, кеңірдек, бронхлар, ауа қапшықтары. Бірінші тапсырма, енді балалар, қазір бізге сендерге түсінікті ма бүгінгі жануарлардың тыныс алу мүшелері туралы? Қазір енді бірінші тапсырманы орындаймыз. Бірінші тапсырма бізде топтық жұмыс. 3 топқа 3 түрлі тапсырма, яғни бірінші топқа бізде жәндіктерді береді. Екінші топқа құстар, үшінші топқа балықтарды береміз. Мына кітапты ары қарай қоямыз. Қазір осы креативті матрицаны толықтырамыз. Үшінші топ сіздер құстарды толықтырасыздар. Тыныс алу мүшесін жазасыздар. Тыныс алу мүшесінің құрылысын жазамыз. Және де газ алмасу үдерісі. Газ алмасу үдерісі осы жерде қандай үдеріс? Оттегін жүрді, көмірқышқыл газының көп концентрациясы сыртқа бөлінуінде. Жазамыз, кесте толтырамыз. Тыныс алу жүйесінің рөлін жазамыз. Яғни қандай рөл ойнайды? Осы кестенің ішіне толтырып береміз қазір. Сосын балалар, мен қазір мынандай парақтар беремін. Топ басшылары бағалау жүйесін жүргізесіздер. Яғни бұл жерде қанша балдан алды, бір-бірімізді қазір біз бағалаймыз. Сол кезде бағалау жүйесі жүзеге асырады. Түсінікті ма? Топтың мүшелерінің атын жазамыз. Топ мүшелерінің атын жазамыз. Толықтырамыз. Берген қағазға орындаймыз. Топ мүшелердің атын жазамыз. Топ басшысы. Бір-бірімізге көмектесеміз. Топтық жұмыс кезінде бәріміз бірден естейміз, ат салысамыз. Құстарда не дедік? Жаңа өкпе және ауа қапшығы дедік. Балықтарда не дедік? Желбезек дедік. Жәндіктерде кеңірдек дедік. Жазамыз, жақсы. Бұл балалар дескриптор жазылған қағаздан қарап отырсаңдар. Дескриптор, яғни 4 балмен істейді, бағаланады 4 балмен. Бұл жерде жануарлардың тыныс алу мүшесін жазу керек. Сіздер міндетті түрде оған 1 балл. Екінші тыныс алу мүшесінің құрылысын жазу керексіздер. Бұл тоже 1 балл. Газ алмасу үдерісін түсіндіру қажетсіздер. Төртіншіден тыныс алу жүйесінің рөлін жазу қажетсіздер. Соңына кесте жазып, қағазды толтырамыз. Қазір 4 минуттан кейін аяқтаймыз. 4 минуттан кейін, яғни сендердің бұл жұмыстарыңды
мына өзге топтар бағалайды. Түсінікті ма? Қазір сендердің жұмыстарыңды өзге топтар бағалайды. Сол үшін сендер дұрыстап жазып береміз. Бағаны, яғни балдық жүйені сендер өздерің алмайсыңдар, басқа топтар қоясыңдар балды. Түсінікті ма? Дұрыстап жазамыз сол үшін. Жазамыз. Көмектесеміз. Топтар бір-бірімізге көмектесеміз. Ұжымдаса олар жұмыс істейміз. Bir-бірімізге. Екінші топ жақсы жұмыс істеп жатыр. Өте жақсы. Үшінші топ бірінші топ өте жақсы. Аяқтап қалдық қой дейміз. Екінші топ аяқтап қалған сияқты. Газ алмасуды жаңа мен мысалы балықтарда айттым, иә? Ауа өтетін тесік арқылы не істейді дедім? Жүзеге асады дедім. Мысалы осыны айттым. Қосезе алады, иә? Мысалы мына қараңдар. Кеңірдекке ауа түсетін тесік тесік арқылы. Яғни бұл жерде мына тесік арқылы не істейді? Ауа түседі. Соған газ алмасуға жазсаңдар болады. Кеңірдекке ауа түсетін тесік дем түтік арқылы не істейді? Түседі. Түсінікті ма, жәндіктер тобы? Екінші балықтарға не дедім жаңа? Желбезек арқылы дедім, иә? Желбезек қақпағы ашылған кезде не істейді? Су екінің концентрациясы жоғарылайды, тыңдаймыз. Балықтар тобы. Су екінің концентрациясы жоғарылаған кезде ол су бетіне көтеріледі. Сол кезде істейді, желбезек қақпағы ашылып, газ алмасу жүреді. Соны жазасыңдар газ алмасуға. Құстар тобы ауа қапшықтар, яғни бұл жерде өте оңай, иә, сендердікі. Өкпе арқылы жүзеге асады газ алмасу. Өкпе ауа қапшықтар арқылы газ алмасу, яғни бұл аты айтып тұрғандай көмірқышқыл газы мен оттегінің алмасу процесі жүзеге асады. Так, қазір 1 минут уақыттарымыз қалды, аяқтаймыз. 1 минуттан кейін аяқтаймыз. Тез-тез тыныс алу жүйесінің рөлі енді өте оңай деп ойлаймын. Тыныс алу жүйесінің рөлі не үшін қажет? Мысалы, жәндіктерге не үшін қажет? Балықтарға не үшін қажет? Құстарға не үшін қажет? Жазамыз. Тыныс алу жүйесінің рөлін тест етіп жазамыз. Так, уақыт аяқталуға жақын балалар, тездетеміз. Жақсы. Болдыңдар ғой, сіздердің топтарының номерлері осы қағазда бар, өткізе береміз. Жақсы. Екінші топ өткізді. Бірінші топ оққа. Үшінші топ. Жақсы, отырамыз орнымызда. Так, үшінші топтың бірінші топ отырамыз бәріміз. Үшінші топтың бірінші топ бағалайды. Екінші топтың үшінші топ бағалайды. Бірінші топтың екінші топ бағалайды. Ол деміз дұрыс жазды ма? Дұрыс жазды ма? Бұрыс жазды ма? Оқып бағасын береміз. Сол қағазға бал санын жазып қоямыз. Сол қағазға бал санын жазамыз. Қанша бал болды? Осы міне дискриптор бойынша осы қағазға жазсын. Егер 4 бал алса 4 бал деп жазыңдар, және ма? 3 бал алса 3 бал деп жазамыз. Осы мына қағазға жазамыз. Үлкен қылып жазыңдар. Құстар омыртқалар. Құстар омыртқалар, иә. Так, бағалаймыз, тездетеміз. Бағалаймыз.
бал санын жазамыз топ басшылары. Екінші топ толық 4 бал алды. 4 бал жазамыз, екінші топ. Бірінші топ 4 бал алды. Так, үшінші топ 3 бал алды. Жазамыз. Бағалау парағымызда әр қайсыларынан баға санайды. Енді балалар келесі тапсырма бұл жұптық жұмыс кезінде не істейміз? Дәптерімізді ашамыз, жануарлардың тыныс алу мүшелерінің эволюциялық даму сызбасын құрастырамыз. Яғни тек бұл жерде сендер мысалы жәндіктерден бастап, жәндіктер, балықтар, бақалар, ары қарай қосмекенділер, осының барлығын не істейміз? Сызбасын құрастырамыз. Мысалы жәндіктердің бірінші несін сызамыз? Кеңірдек мүшесін сызамыз, тыныс алу мүшесін сызамыз. Одан кейін балықтардың желбезегін сызамыз. Үшінші бақалардың сызамыз, құстардың сызамыз. Осының сызбасын сызамыз. Жұптық тапсырма. Жарай ма? Бастаймыз. Сендерге 7 минут уақыт беріледі. Бастаймыз. Мұны қараңызшы. Бір әдіп көрсетемін. Тақтаға қараймыз. Мысалы, мына сызба күйінде сызамыз. Балықтар, бақалар, кесірткелер, құстар, сүтқоректілер. Бұл жерде омыртқалылардың несі тұр? Тыныс алу жүйесінің эволюциясы тұр. Тура осы сызба сияқты сызуға болады. Түсінікті ма? Дескриптор, яғни бұл жерде 2 бал беріледі. Сол үшін тездетіп орындаймыз. Тездетіп орындаймыз. Мысалы, бөліп алу сызғандар болады. Басық кезінде бұл жерде мен сендерді өзім бағалаймын. Тездетеміз. 7 минут уақыттарын 6 минут қалды. Сызамыз. Бұл жерде үлкен ұсынды қалар етпейді, Тұтма. Суреттің әдемі бұл маңызды емес, ең бастысы оның қандай жүйе белгіленгені маңызды. Сызба, мысалы, оны егер сурет салуынан болса, сызба түрінде тасыштандар болады. Мысалы, сөз жазасында да, бірінші ол өкпе, немесе теріс арқылы тыныс алып болса, келесі стрелканы қою арқылы сызбаны құрастырасың. Түсінікті ма? Тездетеміз. 5 минут уақыттарын қалды. 5 минут уақыттарын қалды. Просто сөзбен сызба жазсақ та болады. Амир, қағаз жақсы. Екінші топ өте жақсы жұмыс істеп жатыр. Эволюция барысында қалыптасқан тыныс алу мүшелері, бұл жерде қалай өзгерді деген сияқты. Төрт минут уақыттарын қалды. 4 минут уақыттарын қалды балалар. Үшінші топ жақсы. Тездетеміз, бірақ жылдам қосамыз, Жылдам қосамыз балалар. Сонымен жәндіктерде қандай тыныс алу жүйесі? Кеңірдек. Балықтарда желбезек. Құстарда өкпе және ауа қапшықтары. Салмасында сөз атын жазыңдар, және ма? Енді
жұмысымызды қараймыз. Омыртқалы жануарлардың тыныс алу мүшелерінің эволюциясы. Яғни бұл тек омыртқалыларға тән. Омыртқалыларда біз білеміз 5 класс бар екенін, қандай балықтар, қосмекендер, жорғалаушылар, құстар, сүтқоректілер класы. Бұлардың әр қайсының өзіне тән несі бар? Тыныс алу типі бар, тыныс алу жүйесі бар, мүшесі бар. Мысалы қарайықшы, бұл жерде балықтардікі желбезек болды. Желбезек не істеді? Эволюция барысында құрлыққа бейімделгендерді дорбашық тәрізді өкпеге не істеді? Алмасты, ауысты. Бұл эволюция барысында өзгереді. Өткен не істеді? Қосмекенділер не істейді? Құрлыққа бейімделді. Ары қарай кесірткелерде уже, яғни бауыр мен жорғалаушыларда дорбашық тәрізді тура сол өкпе қалды. Ары қарай құстарда олардың ұшуға бейімделуіне байланысты несі пайда болды? Мына ауа қапшықтары пайда болды өкпемен бірге. Сосын бесіншісі жалпы сүтқоректілерде кәдімгі екі өкпе бізде тыныс алу мүшесі ретінде істеді қалды. Тексереміз жауабымызды, сосын өзімізге баға береміз. Қазір сендердің бағаларыңды айтамын. Топ басшысы қараймыз. Топ басшысы мына топтағы адамдарға 2 балдан қоямыз. Өте жақсы жұмыстары. Топ басшысы 2 балдан қоямыз. Жақсы. Топ басшысы қайда? Топ басшысы 2 балдан қоямыз. Жақсы. Салыстырдықпа. Енді келесі модельдеу бізде балалар кітабымызда. Бізде кітабымызда ашамыз. Қазір 225-ші бетті ашамыз. Келесі модельдеу. Бұл жерде сіздерде 225-ші бетті ашқылау құлықтан модельдеуді көріп тұрады. Яғни екінші модельдеуде мына кесте берді. Көріп тұр. Яғни бұл жеке жұмыс. Әркім өзі дәптерде істейді. Кестені сызадында мына кестеге жататын тыныс алу мүшелерінің номермен көрсетіп шығасыздар. 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші деген сияқты. Түсінікті ма? Бастаймыз. 1-ші кестені сызамыз дәптерге. Кестені сызамыз. 225-ші беттегі басталған кестені сызамыз. Бұл жерде жалпы 3 балдарды сол үшін жылдамдықты қосып отырып 6 минутта бітіреміз. Қараймыз. Екінші модельдерде өкілдері деп тұр. Өкілдері деген бұл не? Бұл сол типке жататын ағза түрлері. Мысалы, қарапайымдыларға не жатады? Қарапайымдыларға амеба жатады. Амеба жатады. Өрмекші тәрізділерге өрмекші жатады. 4-ші, 3-ші жәндіктерге не бар мына жерде? Бізде мысалы жәндіктерде не бар? Қайсысын жазсақ болады? Мысалы, қайсысын жазамыз? Шыбықты жазамыз, ары қарай балықтарды жазамыз. Өкілі дегенде балық деп жазамыз. Қосмекенділер бақа дейміз. Жорғалаушыларға не бар? Жылан бар жорғалаушыларда. Көрдік па? Сосын ары қарай құстардан құстар бар. Құс бар, яғни бұл жерде көгершін бар бізде. Көрдік па? Ары қарай сүтқоректілерден не бар бізде? Сүтқоректілерден не бар? Тиін бар. Көрдік па? Соларды жазамыз, тездетеміз. Бастаймыз. Міне қараймыз. Көбелек бар. Шыбын емес жаңа бірақ көбелекті жазамыз. Амеба деген мынау. Мына сурет. Соңғы сурет. Көрдік па? Бастаймыз, жазамыз. Тыныс алу жүйесінің номерін көрсетеміз әрқайсысын. Жақсы, бастаймыз. Уақыт кетті, сол үшін тез етеміз. Өкілдері астында қап-қара көлеңке сияқты салынғанда
Üstünde neler тұр? Тыныс алу мүшелері тұр, я? Яғни әртүрлі түспен. Астында өкілдері тұр. Қарапайым тыныс алу жүйесінің нөмірі қайсысы? Тоғыз, я? Тоғызыншы нөмірде. Өрмекші паразиттікі, ол не? Егер де сендерге нөмірді жазу қиынға түсіп жатса, сендер тыныс алу жүйесінің атын жазғандар болады. Түсінікті ма? Мысалы, бүкіл денесімен, қарапайымдарға жазамыз, бүкіл денесімен тыныс алады, я? Өрмекші паразиттер дем түтік арқылы деп жазамыз. Солай жазыңдаршы, сол ыңғайлы. Жәндіктер, кеңгір, дегасол деген сияқты балықтар, желбезектер, қосмекендер. Терісімен де тыныс алады, қосмекендер және өкпесімен де тыныс алады. Өкілдері деген түрлері. Мысалы, мына жерде суретте қандай түрлері берген? Жәндіктерден көбелек берілген, я? Мысалы, сен жазасың өкілден көбелек деп, жәндіктер деген жерде. Балыққа балық. Солай жазамыз. Тездетеміз. 5 минут уақытымыз қалды, тездетеміз. Жақсы, екінші топ өте жақсы жұмыс істеп жатыр. Екінші топ жылдамдық жағынан жақсы жұмыс істеп жатыр, өте жақсы. Үшінші топ сіздер? Үшінші топта жақсы, бірақ Амир тездетеміз. Бірінші топ сіздер тездетеміз, жылдамдық қосамыз. Екінші топ пен бірінші топ уже аяқтауға жақын қалды. Сол үшін бірінші топ тездетеміз, я? Көгершін. Көгершін тиін. Так, 3 минут уақыттарын қалды, балалар, тездетеміз. 3 минут уақыт қалды. Жоқ, қазір 3 минуттан кейін мысалы Каусар тұрады да оқиды, өзінің жауабын. Сосын қатарымыз істейміз, тексереміз сол бойынша, жарай ма? Мен сендерге дұрыс айтамын, сол бойынша өзімізді тексереміз. Яғни бұл жерде бағалау қандай түрде?
өз-өзіңізді бағалау түрінде болады. Түсінікті ма? Өткен сендер жеке жұмыс істеп отырсыңдар ғой. Сендердің жауаптарыңды жандардың отырғаны келмейді. Сол себепті әркім өзін шынайы, әділ түрде бағалайды балалар. Жақсы ма? Түрлері. Өкілі тұрмыс, жәндікте көбелек, иә? Жоғалғыда жылан. Егер сөз бойынша жазып отырсың ба сен? Кім сан бойынша жазып отыр? Анда сен ба? Онда сан бойынша жазылғанды оқимыз, сөзбен де айтып кетемін, және ма? Сол кезде тексереміз. Тездетеміз. 2 минут қалды. 2 минут уақыттарым қалды. Жобалаушылық жылан. Тез-тез нөмірлерін қойып шыққандар енді. 2 минут уақыттарым қалды. Бұдан кейін тағы бір тапсырма бар. Соны орындаймыз да. Қорытындымыз енді. Bir minut uақыттарым қалды балалар. Жеті. Нол. Ya, Все, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На 200 бірнесі, на 2 бірнесі. Осы мекенде. Так, жақсы, аяқтаймыз. Амес. Тұрамыз орнымыздан. Амес оқиды, қалғандарымыз тексереміз. Түсінікті ма? Так, бірінші қарапайымдатты. 9-шы дұрыс па? Тексердік па? Өкілі бұл амеба. Келесі көрнекші тәріздер. 8-ші, яғни бұлар жемтүтік арқылы. Жаздық па солай? Арғаны жәндіктерді. 8-ші. Бұл бізде көбелектікі не арқылы? 8-ші арқылы, я? Балықтар арқарай? 7-ші, яғни бұл желбесек арқылы. Солай жаздық па? Қосмекендер арқарай? 6-ші. Қосмекендер, яғни бұл өкпе арқылы, я? Дұрбашық тәрізді. Келесі жоғалаушылар? 1-ші. Жақсы. Өкпе арқылы. Тұстарды? 4-ші. Өкпе ауа қапшығы арқылы, я? Сүкөректерді соңысы? 5-ші. Өкпе арқылы екен. Отырағы жақсы. Өте жақсы. Бәріміз тексердік па? Әркім өзіне әділ түрде баға қояды. 3 балл, яғни біріншісі тип өкілінің аттары бәрінде бар болса, не істейді? 1 балл қоямыз. Екінші, суреттен тыныс алу түрлерін анықтасақ, 1 балл қоямыз. Кестеге сәйкестендіріп жазсақ, 1 балл қоямыз. Сонда біз бәріміз 3 балдан қояды бұл тапсырмаға. Түсінікті ма? Келесі тапсырма енді бұл жерде телефондарымызды аламыз, балалар. Қазір біз онлайн тапсырма орындаймыз. Quizzes қосымшасы арқылы орындаймыз, я?
Так, мына QR кодты сканерлейміз. Осы бойынша кіреміз. Қазбағымыз. Сканерлетіп бер. Сканерлеп квизиске кіреміз. Яғни ол жерде сендерге сұрақтар беріледі. Квизиске кіреміз, сканерлейміз. QR кодты береміз. QR кодты сканерлейміз. Kırdım at. Yedavlet kırdı. Kırılıp. Yedavlet kırılıp. Ayarcan, ayolun birge gelip size. Amin. Keseceğiz. Так, telefonumuz kırmaya жатса, бірге қосылып кіруге болады. Әдем айдана, сосын. Keseceğiz kızlar. Kaçlar keseceğiz. Keseceğiz. Жақсы, бастаймыз. Жақсы. Енді бұл жерде сендерде не бар? Сұрақтар бар, я? Сол сұрақ бойынша десеміз жауап береді екен. Сендерге сұрақтар шықты ма? Соған жауап береміз. Менде сендердің кім мастерлік деңгейге жетті, сол ғана бердім. Ал сендерге өздеріне сұрақ шығуы керек. Қана көрейік. Шықпейді ба? Қайда көреміз шықпейді? Міне сұрақ жәмістерді тыныштық күйінде кезіп болады. Сұрақтарға жауап береміз, сосын бірге жылжимыз ары қарай. Так, әзірге ешкім жауап беріп жатқан жоқ. Келесеміз. Бірінші орында молодец. Қазір балар аяқтаймыз, я? Яғни алтын нені бізде бірлік алды. Одан кейін бізде көп деңгейде қысқаны бар екен. Бірінші орында бірлік, екінші орында бізде Амир, я? Анес, үшінші орында Аяжан Айолын, төртінші Әдем Айдана, бесінші Амир, алтыншы Ахмет Амир. Енді мына төртінші орыннан бастап екінші орынға дейінгілер бір балл қоямыз бағалауға. Бірінші орыннан үшінші орынға дейінгілер 2 балдан қоямыз бағалауға. Бірге кіргенімізді санаймыз, сәлем ма? Так, енді рефлексияға жауап берейік балалар. Қазір бағалауға жинап бере қойылар, оқушыларға
айтамыз. Так, ал енді мен түсіндім, маған түсініксіз болды, маған әлі іздену керек. Осы үшеу бойынша айтайықшы. Бір дауыс. Дауысымызды шығарамыз. Мен бүгінгі сабақта жануарлардың тыныс алу түсіндім. Түсініксіз болған нәрсе бар ма? Жақсы, отыра қойыңыз. Кәусар? Мен бүгінгі сабақта жануарлардың тыныс алу мүшелері туралы көбірек білдім. Жануарлардың тыныс алу мүшелеріне қатысты. Жақсы. Кәусар? Мен бүгінгі сабақта әртүрлі жануарлардың тыныс алу мүшелерін қарап көрдім. Аяулым? Мен бүгінгі сабақта әрбір жануарлар қалай тыныс алатынын білдім. Жақсы. Мен бүгінгі сабақта балықтар, құстар және тағы басқа жануарлар қалай тыныс алатынын білдім. Жақсы, отыра қойыңыз. Ахмет? Мен бүгінгі сабақта жануарлар мен жәндіктердің қандай мүшемен тыныс алатынын білдім. Жақсы, Айдана? Мен бүгінгі сабақта жануарлардың қалай тыныс алып, қалай газ алмасу істейтінін білдім. Адема? Мен бүгінгі сабақта жануарлардың тыныс алу мүшелерін білдім. Жақсы, балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.